Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз Шынар ханымның үйіндеміз, яғни 4-ші поток студенті. Шынар ханым, өзіңіздің обучение жайлы бір-екі ауыз сөзіңізді айтсаңыз. Баршаңызға сәлеметсіздер ме? Біз 4-ші потоктың студенттеріміз былтыр жаз күз мезгілдерінде осы Гүлнар ханымнан сабақ алып, сол кісіден бітірген болатынбыз. Үйренгеніміз көп болды. Маған бас кезінде ремонт саласы негізі вообще таңсық сала болды. 0-ден келгеннен кейін ол бір қиын сала сияқты көрінді. Тем более қыз бала үшін. Бірақ та адам істегенді адам істейді екен. Гүлнар ханым қалай өзі істеп жүрді, сол жолдың бәрін бізге көрсетті, үйретті. Сол себепті бізге аса ондай қатты қиын болмады. Жақсы болды, обучение ұнады. Жаңадан келгелі жатқан студенттерге қандай банағыдай кеңес айтасыз? Мен сол адамның ең бірінші өзінің желаниясына байланысты деп ойлаймын. Егер сіздің өзіңіздің ішкі желанияңыз жақсы болса, мықты болса, онда ойланбай келіңіз деп айтар едім. Бірінші, екінші үйден жақсы опыт жинадым. Енді сәйкесінше табысты да болдым. Қазір көп нәрседен сабақ алып үйреніп жатырмыз. Қазір 3-ші, 4-ші үйде көптеген нәрсені уже біліп істегеннен кейін результаты да уже басқандай болды.